Сәлем достар, сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін сіздермен кәрістердікіндей иісі бұрқырап дәмді болып шығатын сәбіз салатын дайындаймыз. Алдымен 500 грамм сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Үстіне 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант, 2 ас қасық 9% уксус қосып араластырамыз. Енді бетін жауып қойып қоямыз. Енді 3 түс сарымсағымызды ұсақтаймыз. Паприка, қызыл ашты бұрыш және сұйық майымызды ыстық қып ысытып аламыз да үстіне құямыз. Енді тез-тез араластырып жібереміз. Енді дайын сәбізіміздің үстіне 1 ас қасық кориандр, оның үстіне дайын соусымызды құйып, алдымен қасықпен, одан кейін қолымызбен жақсылап араластырып, тоңазытқышымызға 1 сағат қойып қоямыз. Неке салатымыз дайын, менің каналыма тіркеліп кетіңіз.